Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашар боп, хал қараң боп. Қазағым, енді жату жарамасты. Дос емес, дос сыртынан жамандаған. Құл десең биді күледі, құл десең құлды өледі. Алыс пен жақын ойлы болмас жолдас. Қас қылған жолдасынан жігіт оңбас. Қазақ тілі бай, таза іргелі жұрт тілі деп бәріміз де айтамыз. Бірақ құр бай, таза деумен тіліміз өздігінен сақталып, әдебиетіміз өрбіп кете ала ма? Қай жұрттың тілі болса да, басынан біздікі секілді таза да бай болған. Бірақ оған көрші жұрттардың сөзі қосыла жүре бұзылған. Біздің қазақ тілі бұрын ылғалсыз таза болса да, бұл кезде басқа жұрттармен араласа бастадық. Басқа жұрттардың оқуын оқыдық. Бір жағы Бұхар, бір жағы Мекке, Медине, Стамбулдың да оқуын оқып қайтқандарымыз бар. Солардың бәрі елге ноғайшыланып, арабшыланып қайтып жүр. Бұлардың сөйлеген сөзінде, жазған хатында шет жұрттың тілі аңқып тұр. Қазақ тілін сақтаймыз, балаларымызды қазақша болсын дегенде, бұлардың бәрінің негізі тіл құралы екенін ұмытпасқа керек. Жігіттің несі жігіт босқа жүрген, қызметпен пайда беріп халыққа жатпай. Жалғыз білім үйретуге емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру керек. Артықтан тағылым ал, кемге үйрет. Өзінің тарихын жоғалтқан жұрт, өзінің тарихын ұмытқан ел, қайда жүріп, қайда тұрғандығын, не істеп не қойғандығын білмейді. Келешекте басына қандай күн туашығына көз жетпейді. Бір халық өзінің тарихын білмесе, бір ел өзінің тарихын жоғалтса, оның артынша өзі де жоғалуға ыңғайлы болып тұрады. Алла жақын кеудеде оты барға. Кешегі қара күндерде, жұлдызсыз айсыз түндерде, жол таба алмай сенделіп, адасып алас жүргенде. Бұл күнгі көп көсемдер, сұраймын сонда қайда елің? Зиялы қауым халықтың қамын ойлауға міндетті.